Бұл цезарь салатының ерекше дәмі бар. Ол сіз білетін ресторандардағы цезарь. Мұнда сіз білмейтін құпияны бөлсемін. Алдымен қытырлақ сухариктер дайындаймыз. Нанымызды 4 бұрыштап кесіп, бір тіс сарымсақты еземіз, сұйық майды себеміз, жақсылап араластырамыз, қызып тұрған пешке салып қызартамыз. Тауықтың төс етін ірілеп турап, тұз, қара бұрыш, паприка сеуіп, қызып тұрған майда жақсылап толықтай пісіреміз. Енді барлығын 4 бұрыштап тураймыз. Черри помидорын және жұмыртқаны екіге бөліп, барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Салатқа қажетті дәмді соус береді. Құпиясы да осында. Бұл ерекше дәмді тек қана Махеевтің цезарь соустарынан табасыз. Ал пармезан ірімшіктерінсіз цезарь салатын елестету мүмкін емес. Бұл салатты Оливияның абысыны деп айтар едім. Себебі жүрмеген жері жоқ, қайда барсаң осы салат. Ендеше лайк басып, тез етіп абысыныңызға жіберіп қойыңыз. Қайнатып пісірілген немесе дәмдеуіштермен бірге қуырып алынған тауықтың төс етін ірілеп тураймыз. Үйде біраз уақыт тұрып қалған емес, жаңадан сатып алынған жаңғақты да турап, қайнатып суытып алынған жұмыртқаларды да барынша ірілеп тураған жөн. Бұл салатты танымал еткен дәл осы консервадағы ананасты да салып, жақсылап суы сырғытылған салат жапырақтарында орналастырамыз. Нағыз дәмді салаттың құпиясы дұрыс таңдалған майонезде. Махеевтің лимон шырынды майонезімен кез келген салатты ерекше әрі дәмді етуге болады. Жаңа жылға еш ойланбай дайындап көріңіз. Отбасыңыздың ең сүйікті салаты болары сөзсіз. Грильде піскен ерекше салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлсемін. Тауықтың төс етін жұқалап осылай пластинка етіп турап, ыдысқа саламыз. Тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап араластырып мариновка жасап қоямыз. Орташа көлемді бір баклажан және кәдені дәл осы көріністе жұқа етіп тураймыз. Орташа жұқа етіп турасаңыздар, пісуге де оңай болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап бұны да араластырып қоямыз. Орташа көлемді қызыл болгар бұрышын да дәл осы көрсетілгендей етіп ірілеп турап аламыз. Енді арнайы гриль сковородкада дәл осылай тауықтың төс еттерін қызартырып қуырып аламыз. Пісіп шыққаннан соң дәл сол майға қызыл болгар бұрышымызды салып, жартылай шала қуырып аламыз. Ең соңында дәл осы майға кәде мен баклажанды екі жағын қызартырып қуырып алғаннан соң бөлек ыдысқа барлығын жинаймыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін сарымсақ, помидор және шпинат салып, соусымызды үстінен құйып аламыз. Ал соусқа келсек, 2 ас қасық терияки соус, 1 ас қасық соевый соус және сұйық майды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл ерекше дәмді салаттың рецептін жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыз. Жазғы дәрумендерге бай өте дәмді салатты бірге дайындайық. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлсемін. Ұзынша етіп туралған қызыл және көк болгар бұрышы, помидор және қиярды да дәл солай көлемде турап, қайнатып суытылған және турап алынған етімізді, көкөністерді және сарымсақты езіп саламыз. Енді үстіне дәмдеуіштерден кориандр, қара бұрыш, 2 ас қасық паприка және тәбетіңізге қарай тұз және кристалды тұз салсаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңызға қарай. Жоғары отта қыздырып алған майымызды бірден дәмдеуіштердің үстіне осылай құйып шығамыз. Майды қыздырып қойған себебі дәмдеуіштер одан әрі салатымызда ерекше дәм беретін болады. Енді 2 ас қасық соя және 1 шай қасықта сірке суын қосып, жақсылап араластырамыз және салатымызды дастарханға ұсынамыз. Жақынырақ келсеңіздер, бала кездегі ең дәмді болатын орешкидің рецептімен бөлсем. Әрине сіздердің жүректен басылған лайктарыңыз үшін. Ендеше ұнымызға сары май және қопсытқыш салып, крошка дайындаймыз. Бөлек ыдыстағы жұмыртқаға шекерді салып, жақсылап шайқап, крошканың үстінен құямыз. Дәл осындай жұмсақ қамыр дайындаймыз. Енді одан әрі жұмысымыз оңай болу үшін осылай бөлшектерге бөліп алып, бірден қызып тұрған орешницаларымызға салып, дәл осылай қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Аздап суығаннан соң артық жерлерін алып тастасаңыздар болады. Немесе начинкасына қосып жіберуге болады. Салмасына өзіңіз ең ұнатқан қойылтылған сүтті қолдансаңыз болады. Бұл орешкилар сіз ойлағаннан да дәмді болғандықтан рецепті сақтап алсаңыз да болады. Шай дастарханға ең өтімді тәттілердің бірін дайындаймыз. Қайнатуға арналған ыдысқа алдымен су, содан соң сүт, шекер, тұз, сары майды салып, қайнатуға қоямыз. Осылай қайнап шыққаннан соң ұнымызды салып, жақсылап, тоқтатпай араластырамыз. Қанша дайындасаңыз да асты жабыспайтын гранитпен қапталған викалин ыдыстарымен тіптен оңай. Енді газдан алып, осылай бір келкі болғаннан соң бөлек ыдысқа салып суытып аламыз. Қол күймейтіндей жылы болғаннан соң жұмыртқаларды бір-бірлеп салып, дәл осылай араластырып, қою масса дайындаймыз. Массамыз дәл осы көріністе болуы қажет. Дәл осындай насадка болуы міндетті емес, жай ғана кондитерлік мешоктың басын кесіп, домалақ етіп сығып шығарсаңыздар да болады. Оның көмегімен дәл осылай із түсіріп, сол із бойынша сығып шығарамыз. Осылай көтеріліп қалған жерлерін қолымызды суға малып, дәл осылай тегістеп алсақ болады. Қалауыңызға қарай миндальный слайспен осылай бетін сәндеп алсаңыз болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста бетін ашпай 40 минуттай пісіріп аламыз. Толықтай суығаннан соң ортасынан бөліп, өзіңіз ұнатқан крем түрін дайындап алсаңыз болады. Ал мен творожный сыр және сливки мен сахарный пудраны шайқап, ішін осылай
толтырып шықтым. Енді бетін қант ұнтағымен сәндеп, дәмін көру ғана қалды. Үлкен отбасыға шайға ұсынуға арналған және ешқандай форманы қажет етпейтін пайдалы баклава дайындаймыз. 375 грамм ұнға бөлме жылуында тұрған 180 грамм сары майды салып, қопсытқыш және тұзбен бірге араластырып крошка дайындаймыз. Енді 20%-да 150 грамм сметана және 3 жұмыртқаның тек қана сарысы, 2 ас қасық шекермен бірге араластырып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп тындырамыз. Тынып алған қамырдың біреуін жайып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Салмасын дайындау үшін грек жаңғағын дәл осылай измельчителмен жақсылап езіп аламыз. Үстінен 4 жұмыртқаның тек қана ағын және шекер салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызға қарай жібітіп алынған мейіздерден салып араластырып алсаңыз болады. Қалған 2 қамырымызды да дәл осылай жұқалап жайып, ішінен салмасын саламыз. Және пісіріп алған қамырымыздың біреуін ортасынан салып, тағы да салмасын салып, үшінші қамырды үстіне жабамыз және жақсылап бекітіп аламыз. Беті жылтырап әдемі болып пісіп шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызға қарай қалаған дәнді дақылдармен бетін сәндейміз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Пешке салардың алдында беткі жағын дәл осылай жеңіл ғана кесіп алсаңыз, пахлавалар бір көлемде әдемі болып пісетін болады. Пісіп шыққан ыстық пахлавамыздың үстінен сироп не болмаса қызып тұрған балды құйып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мақтадан да жоп-жұмсақ шоколадты булочкалар дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецепттер бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа қол күймейтіндей жылы сүт, 2 жұмыртқа салып шайқаймыз. Қант ұнтағы немесе шекер қоссаңыз болады. Ашытқыны да салып жақсылап араластырамыз. Ескеретін жайт, ашытқыны ыстық сүтке салуға болмайды. Төменде көрсетілген мөлшердегі ұнды салып, жоп-жұмсақ қолға дәл осылай жабысатын қамыр дайындаймыз. Енді сары майды ерітпей, бөлмеде жылып тұрған күйде қамырымызға салып жақсылап араластырамыз. Булочкалардың жұмсақ болуының басты құпиясы да дәл осында. Бір келкі болғаннан соң бетін жақсылап жауып, жылы жерде 1 сағатқа қалдырамыз. Көтеріліп шыққан қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп, қамырларды орташа қалыңдықта жайып, арасына өзіңіз ұнатқан шоколадты паста түрінен салып, шоколадтары ағып кетпейтіндей етіп жақсылап бекітіп аламыз. Болоттай жеп жеңіл болу үшін бетін жауып, жылы жерде 1 сағаттай бөлмеде қалдырамыз. Топ-томпақ болып ісіп шыққан булочкаларымызды қызып тұрған пешімізде 180 градуста бар болғаны 20 минуттай қызартырып пісіріп аламыз. Әр пештер әр қалай пісіретін болғандықтан міндетті түрде қызарғанын бақылап тұрыңыздар. Кондитер қапшасына өзіңіз ұнатқан шоколад түрін салып, ыстық суға салу арқылы ерітіп алсаңыз болады. Сақталған жаңғақ және аздаған сұйық май салып жақсылап араластырамыз. Дәл осындай сұйық халге келгеннен соң барлық булочкаларымыздың үстінен дәл осылай шоколадтарымызды құйып аламыз. Шоколадтары қатып алғанын күтпейтініңізді анық білемін. Ендеше ойланбай дайындап көріңіз. Бұл рецеппен булочкалар сіз күткеннен де нәзік әрі өте дәмді болып шығады. Ендеше бірге дайындап көрейік. Жылы сүт пен суымызға құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып, жұмыртқаның ағын, ашытқы және сұйық маймен ұнды салып, жоп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Мөлшерлердің барлығын төменде жазып қалдырдым. Қамырымыз көтеріліп шыққаннан соң теңдей 4-ке бөліп тындырып аламыз. Ғаннан соң әр қайсысын жұқалап жаямыз, арасына жұқалап май жағып, дәл осылай 4-ке бөлеміз және көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Қалаған түрде өздеріңіз ұнатқан тәсілмен түйіп алсаңыздар болады. Бұл булочкалардың басты құпиясы 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып тындырып қоясыздар. Солай ол көтеріліп шыққаннан соң ортасына оқтаумен із қалдырамыз және өзіңіз ұнатқан түрдегі джеммен ортасын толтырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста бетіне жұмыртқаның тек қана сарысын жағып, қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Ешқашан булочкаларды түйіп болғаннан соң бірден пешке салмаңыз. Міндетті түрде 1 сағатта бөлме жылуында бетін жауып қалдыру қажет. Дәл осы рецеппен әзірленген барлық булочкалар ауызда еритіндей жоп-жұмсақ болып шығады. Видеоға лайк басып сақтап, міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Сәлем қыздар, қазір өте дәмді қытырлақ болып шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. 800 грамм ұнға 400 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып крошка дайындаймыз. 350 грамм салқын суға 2 жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз және 1 шай қасықта тұз саламыз және 1 ас қасық лимон шырынын салып, жақсылап араластырып, енді дайындап алған крошканы үстінен құямыз және жеңіл әрекеттермен араластырамыз. Өте қатты тынық болғанша араластыру қажет емес, жеңіл араластырып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Салқындаған қамырларды 10 бөлшекке бөліп алып, дәл осылай жұқалап
арқалап жайып аламыз. Енді торттың формасымен не болмаса табанның крышкасымен осылай із түсіріп кесіп аламыз. Артық жерлерін алып тастаймыз және нығыздап холодильникке салып қойып, оны да жинап жайып жіберсеңіздер болады. Қамырды пешке салар бұрын осылай вилкамен тесіп аламыз және қызып тұрған пеште қызарғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді кремді дайындау үшін бөлме температурасындағы сары майды миксермен 5 минуттай шайқаймыз. Үстінен бөлме температурасындағы қойытылған сүтті салып, тағы да 1-2 минуттай шайқаймыз. Көп шайқауға болмайды. Енді торттарымызды әр кождың арасына дайындап алған кремнен 3 ас қасықтан салып жинап аламыз. Өзіме қытырлап тұратын Наполеон торты ұнайды. Егер сіздер жұмсақ түрін қаласаңыздар, қайнатпалы креммен дайындасаңыздар болады. Бір кождан арттырып алып қалып, скалкамен осылай езіп, торттың бетін сәндеп алдым. Қалаған түрдегі жемістермен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қажетті заттардың барлығын төменде жазып қалдырдым. Дәл осы рецептпен жасап жақындарыңызды қуантыңыздар.